stüdyoda. Hayırlı geç hanımlar ve mırzalar. Geçimizin жүргізушісі Nurlan Koyanbayev. Keshari hurmatli do'stlar, ko'ngil-kuylaringiz qalay? Hurmatli do'stlar, hurmatli ko'ruvchilar, Ulttық арнада tungi studiya бағдарламасы o'z жұмысын бастайды. Sizlarмен birga men Nurlan Qo'yanbayev. Qo'shimchalarimiz Tatler to'bi. Және men көмекшім Дастан Қалдыбаев. Құрметті достар, құрметті көрермендер, бүгін ерекше бағдарлама, мерекелік бағдарлама деуге болады. Құрметті көрермендер, барлық аруларымызды, ақжаулықты аналарымызды келе жатқан халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Енді жаңа айтып кеттім ғой, ерекше бағдарлама деп. Татлер тобы, сіздер дайынсыздар ма? Қазір көрейік дайындықтарыңызды. Татлер тобы дайын. Дастан, дайынсың ба? Дұрыс. Аяқ жағын дыс емес, дігідік діс болу керек. Дігідік діс. Дастан Қалдыбаев. Режиссерлар дайын, операторлар дайын ғой. Сонымен құрметті достар, біз шоуымызды істейміз. Құрметті көрермендер, түнгі студияға Ананди келеді деп жүргенімізге жарты жылдан асып кетті, дұрыс қой. Міне сол күнде келіп жетті, ерекше дайындалып жатқанымызда, сондықтан тыныш, мен ойымша келе жатыр. Келін, қошеметтеріңіз, құрметті достар. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта Келін телехикаясында басты рөлді ойнаған бәрімізге Ананди деген атпен таныс Болливудтың жарық жұлдызы Авика Гол!
келе жатқан халықаралық әйелдер күні мерекесі құтты болсын. Қош келдіңіз, төрлетіңіз. Ал енді Авика, Қазақстанға қош келдіңіз. Мен бірден таныстырып кетейін. Менің көмекшім Дастан Қалдыбаев. Келін телехикаясын үзбей көреді, жібермей көреді. Келін телехикаясы теледидардан болып жатқан кезде әйеліне футбол көрсетті. Және де Түнгі студия бағдарламасының жүргізушісі Нұрлан Қоянбаев. Мен өзім айтып кетейін. My name is Нұрлан Қоянбаев. I from Шиелі, 79. Намасте. 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 Авика, Нұрлан ол өзі өте жақсы жігіт, ақ көңіл, біреуге зияндығы жоқ. Қалай айтсам екен, адалдықты жақсы көретін, мына келін хикаясындағы Жабдишияның әкесі бар ғой, Байрондағы бар ғой, тура сол сияқты. Осы студияға шақырғаныңыз үшін өте үлкен алғыс білдіремін. Үлкен рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге сізге де көп рахмет. Мен қазір сізге бір сұрақ қойын деп едім. Қай тілінде бағдарламаны жүргізейін? Ағылшынша ма, жоқ, хинди тілінде ма? Маған бәрібір, мен екі тілді білмеймін. Okay. Біз панжаб, гуджати, марати тіл. Қазақ тілінде жүргізе берейін, өйткені қазақ тілі панжаб тіліне ұқсайды. Авика, Қазақстаннан шақыру келген кезде сіз ойыңызға бірінші не келді? Картадан бірден көрдіңіз ба, ғаламтордан көрдіңіз ба, жоқ, Қазақстан туралы білетін бе едіңіз? I'm a very curious child and I always wanted to... Мен жалпы өте көп нәрселерге қызығатын баламын, және де мен Қазақстан туралы әрине интернетте, ғаламторда өте көп ақпарат іздедім. Және де мен осы бүкіл мына баннерде көрсетілген жерлерді де интернеттен көрдім, ал қазір бұл жерлерге баруыма да мүмкіндік енді келді. Және де әрине мен осында болуыма өте қуаныштымын, Астанаға келуіме өте ризамын. Мен бағана сіз айтып жаттыңыз ғой бұлай, мен ойлап қалдым, студиямызды мақтап жатыр ма деп. It is beautiful, it is very beautiful. Студияда өте жақсы дейді. Және де сіз өте жақсы болып көрінесіз. Мен түсінбегенде отыра берейін онда. Сіз Қазақстанға алғаш рет келдіңіз, қалай сізге Қазақстан ұнады ма, қалай күтіп алды сізді? It's beautiful and the modern architecture here is so impressive. Қазақстанда ең бірінші келіп тұрғаным, және де маған ғимараттары өте ұнап тұр, архитектурасы өте әдемі, қары да ұнап тұр, және де әрине ең басты сынағаны ол адамдары, яғни өте ашық ақ көңіл адамдар. Барлықтарыңызға үлкен алғыс білдіремін. Қарды ұстап көрдіңіз бе? Snow. Я мен әуежайдан шыққаннан соң бірден осы көргенім ол қар болды. Және де әрине мен қарды қолыма ұстадым, және де мен ешқандай қолға ештеңе киген де жоқпын. Және де ол мұздай болып сезінді. Бізде қары көп, Индияға беріп жерге болады шамалы. Авика, келесі сұрағым, соңғы статистикалық деректер бойынша Үндістан халқының саны 1 миллиард 200 миллионға жуық екен. Ал Қазақстанның халқының саны қанша деп ойлайсыз, шамамен? Kazakhstan has about 20 миллиондай адам бар деп ойлайды. Иә, дұрыс айттыңыз. Бізде 17 миллион 165 мың 752 адам екен. Ол негізі кішкене ескіріп қалды ол жаңағы санақ. Қазір ондай емес. Сен айтып отырған жаңағы 17 миллион
165.752 емес, қазір 753 болды. Кеше таңға жоқ мен жеңгем босанды. Рахмет. Біз негізі бар ғой, қазақтар үнді халық сияқты 1 миллиардпыз. Көз өтпесін деп айтпаймыз да, 17 миллион деп айта салды дүние жүзінде. Қазақтар ана баланың санын айтпайды ол, бізде халықтың санын айтпаймыз да. Енді сіз ойлайтын шығарсыз, неге қазір сол 1 миллиард халық Астанада қайда деп. Бізде дәстүр бойынша қыста бәрі демалысқа кетеді. To all those lovely millions of people. Авика, мен өзім жақында Үндістанда болдым. Керемет ел, Үндістан дегенде мен ойыма бірінші келетін ол үнді шайы, сосын Митхун Чакраборти, піл, сосын Тадж-Махал, сосын үнді биі. Осы менде сізге сұрақ, ал Қазақстан дегенде сіздің ойыңызға қандай 5 сөз келеді? Snowy. Біріншісі қар, Beautiful сосын people. әдемі адамдары, Modern architecture. ғимараттары, Architecture. Okay. Thank you. And әдемі берілген әшекейлері және де thing is шоу. Рахмет сізге. Енді менде тағы сұрақ, Авика, сіз 11 жасыңыздан киноға түсіп келе жатырсыз. Бірнеше фильмдерде басты рөлдерде ойнадыңыз. Бірақ солардың ішінде орны бөлек образ бұл келін телехикаясындағы Анандидің рөлі. Осы сериалға телехикаяда түсірілердің алдында кастинг болды ма? Кастинг қалай өтті? Мүмкін кастингте сіз көп жыладыңыз ба? Қалай алды деген? I started acting when I Мен кинода 8 жасымда түсіріле бастадым және де келін телехикаясына түскенге дейін болған кастинг болғанда мен онда болған. and the first audition which I gave. Және де ең бірінші кастинг кезінде мен мүлдем маған басқа тілді сөйлеуге тура келді, яғни ол Раджастани, ол өзі Мумбайдан, мен өзім Мумбайдан келем, және де ол маған бөтен тіл болды. Алайда ол тамаша өтті, және де бұл телехикаяның Қазақстанда да осындай әйгілі болуыма мен өте қуаныштымын. I feel proud. Күтуді біз көбінде сапарда сезінеміз. Сол сәттерде жай ғана тосуға болады, немесе еркіндікке толы осы мезеттің рахатын. Жаңа белестермен өмірдің шексіз әуенін сезініп, аялдау да саяхаттың бір бөлігі екенін түсінуге болады. Басқа адамдарға, өзіңе және өз жағалауларыңа саяхат. Гринфилд шайы өзіңізбен үндестікте. Лизаның туған күніне арналған керемет торт. Дақ, маған кедергі. Бола алмайды. Лоск Актив гель ұнтақтан тез ериді және даққа бірден әсер етеді. Із қалдырмайды. Әрбір талшығының тазалығы үшін. Вау, апа, торт деп осынай! Қандай керемет аспаз. Лоск дақ сізге кедергі бола алмайды. Келіңдер, Қазақстанда қандай аңдар мекендейтінін білейік. Менде барыс. Ал менде итбалық бар. Ол Каспий теңізін мекендейді. Локо-моко өнімдерінен жануарлар бейнеленген жапсырмалар мен Қазақстан картасын ізде. Жануарлар бар картаны жина да, арқа қоржынды сыйға ал. Локо-моко, таудай болып өз, жақсылап тамақтан. Ірі көлемде үнемдеңіз. Сулпак қана екінші зат сатып алсаңыз 50% қайтарады. 7 дюйм дисплеймен Samsung Galaxy Tab 3 Lite планшеті небәрі 24.990-ға. Сулпак, артық шығырсыз. Кір терезені тез әрі оңай қалай жууға болатынын білесіз бе? Терезені ыдыс жууға арналған құралмен жуу шаршатады. Қарапайым құралдағы ұзақ ысқылап тазалауды қажет етеді. Құрамында спирт бар клинді қолданып көріңіз. Оның белсенді көбігі кірді тез езіп жақсы тазартады. Ысқыламай-ақ жарқыратады. Клин терезені жолақсыз жарқырататын сарапшы. Nescafe Gold'та ашқан сайын жаңа қорылған кофеденнің қош иісі. Мен сүйікті кофенің қанық дәмінен рахат аламын. Бәрі Nescafe'ден басталады. Nestle сапасы.
Антибиотиктер кабылдауны алгашкы күннән башлап Linux'ты көріңіз. Антибиотиктер зиянды бактериялармен қатар, пайдалы бактерияларды да жойгандыктан дисбактериозга алып келуі мүмкін. Linux зақымданған микрофлораны қайта қалпына келтіреді. Өйткені ол антибиотиктерге төзімді пайдалы бактериялардан тұрады. Жайлы сезімге көмектеседі. Linux'ты антибиотиктер кабылдауны алгашкы күннән ішіге болады. Linux тәртіп іштен басталады. Тәшіңіз жігерсіз, әрі жалпы. Шварцкоптан шалтылдау революциясы. Глискур миллион глос. Алғаш рет қойылтылған жалтылдатқыш эликсирі жалтылдаған тор құрады. Сенбестікте көз шағылтатындай жалтылдау үшін қайшының орнына жаңа Глискур миллион глосты қолданып көріңіз. Шварцкоптан. Бұл телехикая әлі аяқталған жоқ қой? Жалғасы бар, я? Аяғын сұрап аламыз ба? Жоқ, оны сұрамақ қояйық, ол бәрімізге. Я, біз енді жаңа келін телехикаясы өте қызық болды, қазір бізде өте танымал телехикаялардың бірі. Өйткені біздің мәдениетке сай сіздердің сериалдарыңызда үлкенді сыйлау деген бізде де солай, сондықтан да біздің көрермендер жақсы көреді келін сериалын. Сосын біз келін телехикаясынан түнгі студияға кімді шақырамыз деп халықтың арасында не жүргізгенбіз. Сауалнама жасадық. Дауысқа салдық. Сол кезде 30% бәрі айтты, Анандиді шақырайық деді. Ал 70% Авика көріп шақырайық деді. Қалай ойлайсыз, біз кімді шақырдық? It's beautiful. I never knew that Balika Vadu has reached Kazakhstan too. So it was a shocking news for me. But when I got to know about it, ең алдымен мен осы телехикаяның Қазақстанға жеткенін де білген жоқпын, және де қайтадан қайталайын, осында болуыма өте қуаныштымын, және де осы телехикаяның соншама әйгілі болғанына да өте оны мақтан тұтамын. Ал бүгін кім келгені туралы айтсақ, әрине сіздер мені Авика Горды шақырдыңыз, бірақ та сіз мені Ананди де атауыңызға болады. Ол менің екінші атым болып кетті. Осы үнді киноларында, телехикаяларында үнді қыздар көп әшекей сырға, жаңағы әшекей бұйымдарды көп тағады. Yes. Басқа аттарын білмеймін. In Balika Vadu, if you see, I'm wearing all those, the neck. Осы телехикаяда мен көптеген әдемі әшекейлерді маған да киюге тура келеді, яғни ол түрлі білезіктер, сырғалар, және де осындай басына киетін амантика. Және де осы студияда отырғандардың бәрі егер сол амантиканы да кисе әдемі болар еді. Ал біздің әшекей бұйымдарды киноларында киюге бола ма сізге? Маған басқа шоуда маған мынау алқаны берді, және де менің айтқан уәдем, мен оны екінші телехикаямда киемін. Және де егер қазір маған тағы бірдеңе берсеңіз, мен оны да мүмкін киемін. Әрине, Авика, бізде кішігірім әрине құрметтеуге болады. Қошеметтеріңіз біздің көрермендеріміз. Қошеметтеріңіз, құрметті достар. Жайлап сыйлықтар бере беріңіздер. Рахмет сізге, сыйлығыңызға рахмет, мықты болыңыздар. Авика, сіз әмір етіңіз.
What's your name? Сенің атың кім? Динара. Thank you, Shrana. Жарайсың, Динара. Алика, сіз байқаңыз, Айшеке бұйымдарды беріп жатыр апаларымыз. Келін кіп қалдырып алады қазір. Қалып қалуыңыз мүмкін. Бізде солай басында осындай әшекейлер тағат, одан кейін алып қалады. Алтын палтынмен қызықтырып, аяғында орамал салады. Бізде енді кішігірім сыйлығымыз бар. Түнгі студия бағдарламасының атынан, ұлттық арнаның атынан кішкентай сыйлығымыз бар. Соны қабыл етіңіз. Аба, сіз дәл таптыңыз ғой. Бірінші жүзіктеріңіз бар ғой. Бірінші жүзіктер. Lovely. Зергердің қолынан шыққан қазақтың әшекей бұйымдары, қошеметтеріңіз. Thank you. Аза күміс. Авика, шай алып отырмыз. Үнді шай. Үндістан шай шығарудан держава. Шай өндіруден держава. А Қазақстан шай ішуден держава. Кәдімгі керемет отырмыз. Үнді шайы, Қытайдың кружкасы, Италиян жиһазы, Қазақстан студиясы. Өгей державалар отырмыз. Авика, үнді фильмдерін ешкімге ұқсамайтын өзіндік ерекшеліктері бар. Оны шынымен рас қой, әдемі әнімен, сосын ішінде төбелестері бар, әдемі қыздар, сосын дүрсте болса, екі-үш рет қайталанады. Солай емес па досың? Иә. Тағы мен бір байқағаным, жаңағы үнді актерларының ойнау шеберлігі де өзгеше, ерекше. Мысалы мен сол ойнау шеберліктерінің арасында мысалы жаңағы актерлердің эмоцияны мына іс қимылды көп қолданады. Соң кейін қараған кезде байқайсыздар ма, бүйтіп қарап тұрып көзбен тез шебер жасайды ғой. Ұзағынан қарайды. Мен соларды қазір жаңа кинодан қарап, мен өзіме керек жерлерін алып үйреніп жатырмын. Былай қазақша сөйлей берейін енді. О, сіз біздің елге қош келіпсіз. Одан кейін, бірақ ең қиыны маған, бұның ішіндегі ең қиыны, жаңағы үнді актерлары ойнаған кезде мойын ойнап тұрады бүйтіп. Сол кішкене маған қиындау болып жатыр. Сіз оны өте жақсы жасадыңыз, және де ол маған өте ұнады. Бастан сен неғып оны үйреніп жүрсің? Мен енді фильмінде, үнді фильмнің бас рөлін ойнамасам да, солардың бір фильміне түсіп, массовкаға түскім келеді. All the best. Былай келбетім ұқсайтын сияқты. Иә. Сен шаш үлгің ұнамай қалдың қатты білмейді. Жалпы менің түрімді үндіске ұқсатуға бола ма? Мен кетейін. Қазір мен кішкене әдеміленіп алайын.
And try to give that tense look. Не, кішкене басын ойнап тұрмын. Не дейді? Авика, мен кете берейін ба? Later, maybe I need to go out. Maybe you conversation. Бізде қазір, иә? Бірақ көп үнді фильмдерін қарап отырсаңыз, сөзсіз-ақ әшейін былай эмоциясы, іс-қимылы арқылы не туралы болып жатқанын білуге болады. Emotions and Я әрине іс-қимылдардың және де эмоциялардың рөлі өте маңызды, бірақ та диалогтарда үнді фильмдерінде диалогтарда өте күшті, және де біз екеуміз сол үнді фильмді көруіміз керек, және де мен сізге бүкіл диалогтарын түсіндіремін. Маған да үнді киносы ұнайды, мен де үйреніп жүрмін былай. Дастан, сен атаңды жақсы көретін еді ғой, келін телехикаясын. Менің атам, мен жаңаға айтқан себебім, эмоция, іс-қимылды айтқан себебім, менің атам бар. Ол кісі жаңағы келін телехикаясын жақсы көреді, ол кісінің бірақ мүлдем құлақ естімейді. Бірақ сол жаңағы эмоция, іс-қимылға қарап отыр, бәрін түсінеді. Жылайтын жерінде жылайды. That's so lovely. Give my regards to him. Атаңызға сәлем беріңіз. Бол, сәлем айтамын. Авика, сіз болашақта әлем аруы атануды армандаймын депсіз. I have dreamt of becoming... Мен балалық шағымда менің осындай көптеген армандарым болды. Биші болу, әнші болу, ертегілердегі принцесса болу. Менің көптеген мамандықтарым болды балалық шағымда. Енді біз негізі әлем аруы атанған үндістанды қыздар Айшвария Рай, Лара Датта, Приянка Чопра. Барлығы киноактрисалар. Менің ойымша, сізде болашақта әлем аруы боласыз. Бұл өте жақсы комплимент, рахмет. Қазақ қыздар да өте әдемі. Мінекей. Қошеметтеріңіз. Менде сізге сұрақ, мына суреттегі қыздардың барлығы да Қазақстан аруы болуға лайықты. Сіздің жаңа ішкі интуицияңызды қазір тексерейік. Осылардың ішінде шынымен де қайсысы мисс Қазақстан? Менің ойымша көк көйлекті киген қыз. Тамаша, қошеметтеріңіз. Енді осы қыздардың қайсысы боксшы, қайсысы актриса, қайсысы жақында келін болды? Actress. Actress. I think the red one. Ең біріншісі актриса. Boxer, the last one. Және боксер. Бәрін дұрыс тапты. Бірінші Әсел Сағатова актриса, сосын Мария Вольнова боксшы, мисс Қазақстан Айда Исаева, Мадина Садуақасова жақында келін болды. Интуициясы өте мықты екен. Интуициясы өте мықты. Керемет. Ал енді келесі сұрақ ер азаматтарға қатысты болмақ. Мына суреттегілердің ішінде қайсысы қазақстандық актер? Дайынсыз ба? Who is the Kazakh actor out of this ones? Can you see? Can you guess the Kazakh actor? Second one? Екіншісі? Екіншісі қазақ актер, иә? Қайдан біліп қойды? Енді Авика, біздің бағдарламада керемет Айдар бар, бізге көрермендерден керемет хаттар келеді, сұрақтар келеді, сол хаттарға көңіл бөлсек. Дастан Қалдыбай оқып береді. Дастан оқса Авикаға ұнайды. Ананди сәлем, менің есімім Құралай, жасым 25-те. Қыздың салмағын сұрамайды. Бірақ мен сәл толықтау десем болады. Өзімнің сыртқы келбетімнен ыңғайсызданып, әртүрлі диеталар ұстап, фитнеске де барып тұрамын. Бірақ ол да көмектеспейді. Сосын мен келін хикаясын көре бастап едім. Сенің тағдырыңа уайымдап, жылап 15 килограммға арықтап кеттім. Есімше телехикая жақында аяқталады екен. Ал мен болсам қазірден бастап салмағым үшін уайымдап жүрмін.
Телехикаяның жалғасы болады ма? Өтініш болса, жазып жіберіңіздер дейді. Құралай деген қыз. Please inform me. Continuation for Бұл телехикая жалғастырылады, алайда ол енді басты рөлде болмайды, ол басқа телехикаяда ойнайды. Бірақ та ол екінші телехикаясын көруге болады, сондықтан да ол одан да көп салмағын жоғалтады алады. Екінші хат. Ананди қалайсың? Менің атым Марат. Мен ерекше адаммын. Бала күнімде қатты шошынып, эмоцияларым ауысып кеткен. Күлетін жерінде жылап, жылайтын жерде күлемін дейді. Менің айтайын дегенім, бұл келін хикаясы қашан бітеді. Уайымдағаным соншалықты күлкіден өлетін болдым дейді. I can just laugh about that. Мен оған тек қана күле аламын. Әзірше хаттардың легі осындай. Қалған хаттардың барлығы қалайсыз, қай жылғысыз, өңкей сондай хаттар, соң кейін оқымай қойын керек. Жарайды, Авика, енді бізде бағдарламамызда жақында керемет айдар аштық. Ішкі туризмді дамыту үшін келген қонақтар өзінің туған жерін мақтап 30 секундтық презентация жасайды. Енді сіз туған жеріңіз енді Мумбай қаласы. Мумбай туралы бір 30 секунд презентация жасасаңыз. Mumbai, it's a very busy and a hardworking city. You can be there. It's beautiful because Mumbai has the gateway of India. Мумбай өте әдемі қала, және де оның халқы өте еңбекқор. Және де Мумбайда көптеген әдемі көретін жерлері де бар. Мысалы, оның пляжы бар. Және Мумбайда тағы бүкіл Болливуд индустриясы орналасқан, яғни бүкіл студиялары және фильмдердің көбісі сол Мумбайда жасалынады. Керемет. Құрметті көрермендер, барлықтарыңызды Авика Гор Мумбай қаласына шақыруда. Шақырасыз ғой? Of course. Мумбайға келіңіз. Әрине шақырамын, Мумбайға келіңіз. Рахмет сіздерге. Енді құрметті достар, құрметті көрермендер, келесі айдарымыз келген қонақтармен Авика біз ойын ойнаймыз. Okay. Окей? Yeah. Окей, құрметті көрермендер. Қазір біз ортаға әртүрлі ойындар ғылымының доценті Артур Төлеповті қошеметпен қарсы алайық. Көрермендер! Авика. Анады келді ма? Қайда? Сол жағында. Абайла. Авика. Мен сені бір көргеннен, жалпы сериалды көре бастағаннан білгем сен Жагдешемен бірге болмайтынды. Енді сол себептен мына гүлді көп өсірдім. 596 гүл. Мынау саған. Авика Гор біздің студиямызда. Доғыл шапалақ! Авика, Нұрлан, сіздерді ортаға сұрайын. Авика. Рахмет, сахмет тобы. Авика, біз Авика жаңа байқадыңыз ғой, Артур бір гүлмен шықты, бір гүлмен. Жақында Израильда университетте келді. Экономный деген. Жалпы шын жүректен берілген гүл. Авика, енді біз келген қонақтармен ойын ойнаймыз. Енді сенің Мумбай қаласында туылғаныңды білеміз. Мумбай қаласы
үнді мұхитының жалғасы, сол емес пе? Енді сіздер енді балыққа жақынсыздар. Енді Нұрлан, сізде енді сырелі, жырелі, сіздерде енді балыққа жақынсыздар ғой енді. Балық аулауға. Окей. Енді біздің ойынымыз жалпы қармақ балыққа жақын болады. Сонда ойынымызды бастаймыз. Біздің ойынның аты балықты аулап алу. Оп-оңай. Енді қараңыздар. Міне, ойынның шарты мынадай. Сіздерге екеуіңізге де бір ғана минут беріледі. Сол 1 минутта сіздер міне, дәл осылай балықты аулау керексіздер. Жалпы біздің қармақ заманауи. Өйткені басында магнит тұр. Міне, осылай ұстайсыздар да, жинайсыздар. Кім көп балықты жинайды, соған тосын сый бар. Оны ойынның соңында айташытар. Қайдан білезік береміз. Иә, алтын береміз. Дайын болсаңыз. Авика, балық мақчықли. Yes? Мачли, Нұрлан, қалай білмей қалдыңыз? Дайындалған болмады. Иә, енді сіздерді мына жаққа сұрайын. Авика, сізді мына жерге. Нұрлан, сіз мына жерге. Енді қолдарыңыз созыңыздар. Созамыз. 1, 2, 3, көрермендер. Кеттік, біз бастаймыз. Нұрланның балық. Балықтар Авиканың қоржанында дуыл шапала. Нұрлан, енді ойын бітті. Қызылордалықтар енді балыққа жоқ екен. Finish. Yes, finish. Авика, сізді құттықтаймын. Сіз жеңдіңіз. Енді Авиканың қоржанында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Авика Ой. Не болды? Бесеуге дейін жетеміз ба, жетпейміз ба? Жарайды, санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, және қасиетті сан 7. Енді, Авика, сіз мынандай бір жалпы биге жақынсыз ба? Үндігері жалпы биге жақын ба? Of course, I love dancing. From the age of 4, I dance. Я, мен биді өте жақсы көрем дейді, доғыл шабаларым. Біздің Нұрлан биге өте қатты. Билік, бишілік шеберін тексеріп, сіз
Жалпы сыйлық Нұрланмен ғана билейсіз. Are you ready? Yeah, I am. I'm ready. Are you ready? Already. Already? Already. Көрермендер, are you ready? Олай болса. Үнді музыкасынан беріңдерші. Не істеймін түсінбей қалдым мен. Сіздер билейсіздер. Басқа да қимылдар бар шығар? Енді білмеймін. Үнді жалпы бие осылай билене ме? There are so many moments, and this is the most funniest one. Жалпы Нұрланның бишілік өнеріне қандай баға бересіз? Very good. Very good. Авика, мен өзім жақсы білеймін. Мен білем ғой, үнді билердің әрбір қимылы бір мағынаны білдіреді. Дұрыс қой, иә? Әрбір қимыл мағына білдіреді. Сондықтан бір жаман сөз айтып қалам ба деп, беліме қойыншы деп ойлаймын. Ренжітіп алам ба деп. Авика, осымен менің ойыным бітті. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Біздің студиямызға келіп тұрыңыз. Жалпы келін сериалы біткеннен кейін тағы да келіңіз. Біз өте қатты қуанатын боламыз. Сізді ортаға шақырамыз. Осымен құрметті көрермендер, бағдарламамыз аяқталды. Біз шын жүректен түнгі студия бағдарламасы барлық аруларымызды, ақжаулықты аналарымызды келе жатқан мерекемен құттықтаймыз. Авика, сізге көп-көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Сізге сәттілік тілейміз. Енді бүкіл Қазақстан әйелдер қауымын шын жүректен өз атыңыздан құттықтауға болады. Women's Day Әйелдер күні ол әр әйел үшін өте ерекше мереке болып табылады, және де ең басты тілейтінім ол тек қана ең жақсысы, және ешқашан да ештеңеге уайымдамаңыздар, бәрі де жақсы болады, және күшті болыңыздар. Рахмет. Құрметті достар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Түнгі студия бағдарламасының қонағы Авика Горк.